Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен аты жөнім Дәріпханқызы Амангелді. Мен солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданы Новошим ауылының тұрғынымын. Мен қазіргі уақытта аудандық өнер мектебінде қобыз және домбыра сыныбынан сабақ беремін, және аудандық мәдениет үйінде әдіскер болып қызмет атқарамын. Жалпы өлең жазуды студент кезінде бастағанмын. Ең алғашқы тақырыбым өмір туралы болатұғын. Уақыт өте келе көбіне махаббат жайлы өлең шығарып жүрдім. Кейін келе мен біраз өлеңдеріме әндер жаза бастадым. Сол әндердің біразын қазіргі өзімнің істеп жүрген мәдениет үйінде жарыққа шығарғанмын. Ол әндер ана туралы, туған жер туралы, сонымен қатар көктем, кеш деген махаббат жайлы біраз әндерді жарыққа шығарып үлгердім. Жақында мен әкеге сағыныш атты күй шығардым. Сол күйге мен әкеге сағыныш деген өлең жолдарын жаздым. Сіздердің назарларыңызға сол әкеге сағыныш деген өлең жолын ұсынамын, қабыл алыңыздар. Рөл ұстаған қайсар қолмен қолма домбыра ұстаттың. Саусақтарым жетпесе де жаным күйді ұғатын. Қорықпа қызым дейтін едің, домбыра сенің серігін деп. Сол бір ауыз сөз келеді ғой осы күнге жетелеп. Мен үйдің кенжесі едім, еркелеген еркіммен, маңдайымнан ескеген есіңді әлі сезінем. Әке сенің алақаның жыл еді ғой оттайын, сол жылуды іздеп кейде көңіліммен жоқтаймын. Жол кешкен жан еңбегімен талай жолды шарладың. Қанша шаршап тұрсандағы бізді көрсен жайнадың. Көлігіммен талай шақырым тағдыр жолын шарладың. Ал мен үшін бір әлем боп үйдің төрін таңдадың. 14 жыл, 14 көктем өтті үнсіз. Бірақ өмір жүрегімнен өшіре алмады бір ізді. Сен кеткен күн балалығым бірге өткен күн еді. Сол күннен соң жаным менің жабырқаулы күйгенді. Домбыраның әр пернесі сен еске сап тұрады. Саусақтарым тиген сайын жүрек сені сұрады. Мен саған арнап күй шығардым, әкеге сағыныш деп атап. Әр дыбысында көз жасым бар, әр қайырмасында хатым. Сен үйреткен әрбір сабақ тек музыка емес еді. Ол өмірдің мағынасы, адам болу себебі. Еңбекқор бол дедің үнсіз. Тік жүр дедім мойыма, адалдықты аманат қып қалдырдың ғой бойыма. Әке, қазір мен де анамын, балама үміт сыйлаймын. Саған ұқсағым келеді, жүрегіммен тырсамын. Кейде түнде домбыраны қолға алып үнсізбін. Сен отырған жаққа қарап үнсіз ғана күрсіндім. Сен барсың ғой әр сезімде, әр дұғамда, әр демде. Сен барсың ғой мына өшпес, мына керемет әлемде. Жаның жанаттық болсын әке, рухың мені қолдасын. Кенжен әлі саған күйін, тек қана күймен жолдасын. Рахмет назарларыңызға.